Армысыздар, Өмір теңіз арнасының құрметті тыңдармандары. Бүгінгі тыңдайтын әңгімелеріңіз бойтұмар. Қайта көрер жарығы бар екен. Жолай соққан Жаңыл апайы қанға бөгіп ессіз жатқан Айсұлудың үстінен түсіп, алғашқы көмегін көрсетіп, жедел жәрдеммен полиция қызметкерлерін шақырып, ауруханаға жеткізген еді. Есін жиғаннан қызын іздеп, зар жылағанмен миы шайқалып орнынан тұра алмай төсек тартып жатқан Айсұлудың денесіне түскен жараларына дәрігерлік сараптама жасап, күйеуінің үстінен арыз жазып, қылмыстық іс қозғауын талап еткен Жаңыл апайы жұмысын тастап, Қайсарды іздеп бас қалаға барып та келді. Бірақ Қайсардың Айкөркемді алып шет ел асып кеткенін естіп, Айсұлуға қалай естіртерін білмей, көңілі құлазып оралған. Қолы ұзын Қайсар үстінен түскен арызға да пысқырып қарамай, қайта Айсұлудың үстінен арыз түсіріп кетіпті. Оның айтуынша, әйелі ішімдікке әуес, жеңіл жүрісті, еш жерде жұмыс жасамай, қызына тиесілі жәрдемақы үшін ғана қызын бұдан ұрлап алып кеткен қаскүнем екен. Тіпті бірнеше куәгерлердің жазбаша берген түсініктемелерін оқып, Жаңыл жағасын ұстаған. Олай болуы мүмкін емес деп шырылдаған оған тергеуші жігіт жайбарақат: «Туф, апа, сіз Айсұлумен танысқаныңызға 2-3 айдың жүзі ғана болды ғой. Ал мына куәгерлер ол кісіні бұрыннан таниды. Қайсар аға елге сыйлы, беделді тұлға. Әйелінің жасаған ісіне қарамастан, оның анасы мен сіңлісіне көмек көрсетіп, қамтамасыз етіп отыр. Жеңіл жүріске салынған әйелі бірнеше күндеп үйіне қонбай кетіп, үсті басы көгала қойдай болып келген кезде де емдетуге арнайы емханаға да жатқызыпты. Анықтамасы бар. Сол жерден қашып шыққан әйелі қызын алып қашып кетіпті. Адам аласы ішінде екенін ұмытпаңыз. Неше түрлі қой терісін жамылғандар бар», деп шығарып салған. Жаңыл бірақ Айсұлуды жақсы танып, бар жан дүниесімен жақсы көріп, тергеушінің бір сөзіне де сенбеді. Жап-жас болып, тағдыр тәлкегіне түскен сыпайы сыр мінезді келіншектің басына түскен мына ауыртпашылықтан қалай құтқарарын білмей басы қатты. Үлкен ақша көмегімен бар жағдайын шешіп үйренген Қайсарға қалай қарсы келіп жеңуге боларын ұқпаса да, Айсұлуды жігерлендіріп, барынша қолдау көрсете білді. Оның денсаулығы оңалып шыққанша, Айсұлудың жұмыс орнынан мінездеме, балабақша қызметкерлерінен түсініктемелер жинап, жақсы адвокат іздестіруге кіріскен. Бірақ адвокаттардың бәрі кімге қарсы шығатындарын естігенде тайқып шыға келетін еді. Айсұлу ауруханадан шыға сала Қайсардың үйіне келді. Бірақ есік алдынан шыққан күзетшілер оны ішке кіргізбей қуып жіберді. Айкөркемді бір көрсем деген ойы болмай, қанша уақыт есікті торуылдағанмен де түк өндіре алмай анасының үйіне келді. Ол жерде басқа адамдар тұрып жатыр екен. Үйді жақында сатып алдық деген олар бұрынғы үй иелері жайында түк білмейтінін айтқан. Сенделіп Күнсұлу емделетін ауруханаға да барды. Бірақ Күнсұлудың ол жерден шығып кеткеніне бірнеше айдың жүзі болыпты. Неше жыл емдеген таныс дәрігердің айтуынша, Күнсұлудың жағдайы мәз болмаса да қымбат аурухананың ақысын төлей алмаған анасы қызын алып кетіпті. Ал қайда кеткенін білмейді екен. Сонымен салы суға кетіп, мұң сұрақтың жауабын таба алмай, сенделіп түк бітіре алмаған Айсұлудың қайтадан Жаңыл апайының үйіне қайтудан басқа амалы қалмаған. Ұйқысыз түндермен еш нәтиже шығара алмай, жан таласқан күндер алмасып, уақыт сырғып аға берді. Айкөркемін сағынып, ішқұса болған Айсұлу тағы да Қайсардың үйін қарауылдап, есігінен көз алмай тұр еді. Сол бір кеш көзіне анадай жерде тұрған әйел оттай басылды. Анасы ғой. Жүгіріп барып бас салып, сағынысқан қос мұңлық шерлерін әбден тарқатқан. Айсұлу жоғалып кеткен соң, Қайсар анасы мен Күнсұлудың әбден естерін шығарыпты. Олардың ештеңе білмейміз дегеніне сенбей, қоқан-лоқы көрсетіп, тұрып жатқан үйлерінен қуып шығарыпты. Күнсұлудың ауруы асқынып, ауруханаға түскен еді. Бірақ бір тиын енді бермейтінін ескерткен Қайсар екеуін ол жерден де қуып тықты.
Жалынып, жалпайып жүріп, мемлекеттік ауруханаға жатқызғанымен де неше жылғы мен деген ауру жеңіп, Күнсұлу о дүниеге аттанып кетті. Есеңгіреп жүріп, әйтеуір қызын жерлеп, барар жер басар тауы қалмаған шешесі, әйтеуір бір байлардың үйлерін жуып шаятын болып, қызметке тұрып, солардың сарайында жатып жүрген жайы бар екен. Айсұлу мен Айкөркемді қанша іздесе де таба алмай, әйтеуір үмітсіз шайтан деп күйеу баласының үйін бір торуылдап қоятын әдет тапқан анасы бүгінде кішкене қолы қалт еткенде осы жаққа жеткен беті екен. Айсұлудың басына түскен қияметін жылап отырып тыңдаған анасының көкірегі қасайырылып, «Қызым-ай, осының бәріне мен кінәлімін. Күнсұлу үшін сенің өміріне өз қолыммен балта шаптым-ау. Сол кезде-ақ сен Қайсарға өз еркіммен тимегеніңді сезсем де, Алла ісіне көне алмай көзімді жұмып, көрсоқыр болып, ақшаға сенің жастығыңды сатқан екенмін ғой. Қайсардың арам пиғылды адам екенін әу бастақ сезгеніммен, саңырау меніреу болып жанып тұрған отқа сені өз қолыммен итерген екенмін ғой мен бейбақ. Енді міне не таптым. Күнсұлуды да құтқара алмадым, сені де азапқа салдым. Құлыным, Айкөркеміммен тіріде қайрылып отырмын, деп күңіреніп кеткен анасын құшақтап, боздап отырған Айсұлудың да қу жаны шырылдап, өзегін өкініш өртеп барады. Осылай қанша уақыт отырғандары белгісіз, екеуі түн бата анасы тұрып жатқан жертөлеге келіп қонған. Бүгінгі естіген қайғылы хабардан есін жия алмай, сіңілісін жоқтап, бүлдіршінін ойлап, жылап, таң қылам бере ұйқысы қысып үзіліп кеткен Айсұлу оянғанда анасы орнында жоқ екен. Жұмысқа кеткен-ау деп шешкен Айсұлу тағы да сол Қайсар екеуі тұрған үйге қарай тартты. Жақындай бере абыр-сабыр болып жатқан жұрт қаптаған көліктерді көріп, жүрегі тарсылдап, солай қарай жүгіре жөнелді. Бұл қақпаға жеткен кезде үйден беті жабулы мәйіт көтергендер шығып келе жатты. Не болғанын ұға алмай тұрғанда үйден екі полиция қызметкері жетектеп келе жатқан анасын көрді. Қолында кісен, екі иығынан сүйрелеп келе жатқан екі еңгезердей еркектің жанында кіп-кішкентай болып келе жатқан анасының көзіне көзі түсіп кеткен еді. О, тоба! Анасының көздерінен бақыт ұшқыны сезіліп, жанарлары жарқ-жұрқ ете қалды. Солай кіп-кішкене денеде жасырынғаны алып күш ана жүрегі Қайсарды ұйықтап жатқан жерінде пышақтап өлтірген еді. Үй торуылдаған күзетшілерден қалай өткені, күйеу баласының жатын бөлмесіне қалай кіргені жұмбақ болып қалған. Анасы сот залында өз кінәсін толық мойындап, істеген ісіне өкінбейтінін айтып, қасарысып тұрып алған. Сөйтіп 20 жылға бас бостандығынан айырылып, сотталып кете барған. Айсұлу анасын тұтқындап алып бара жатқан күні анасының қасына жүгіріп бармады. Бір орнында қаққан қазықтай қатты да қалды. Тек полиция мен жедел жәрдем көліктері көшені басына көтеріп, сиреналарын қосып ұзай берген кезде үйге қарай жүгіре басып келді. Жолын кес-кестеген полиция қызметкеріне өзінің төлқұжаты мен осы мекенжайда тіркелгенін көрсетіп, бөгетсіз үйге кірген бетте жүгіріп жоғарғы қабаттағы қызының бөлмесіне кірді. Тап-тұйнақтай жиналған бөлмеде талайдан бері баланың болмағаны көрініп тұр. Жүгіріп жүріп, бар бөлмелердің есігін ашып қарап шықты. Айкөркемі еш жерде жоқ. Жан таласып астыңғы қабатқа түскені сол еді. Алдынан шыға келген жігіт ағасы: «Сізді мұнда кім кіргізген? Не істеп жүрсіз мұнда?» деп күжете қалды. «Ал сіз мұнда не істеп жүрсіз? Сіз өзі кімсіз?» деп қасқайып қарап қалған Айсұлу өз-өзіне сенімді дауыспен: «Міне менің құжаттарым. Мен заң түрінде осы үйдің иесімін. Ал сіз кімсіз? Өзіңізді таныстырыңыз», деді. «Сақшылардың басшысы боламын. Қожайын сіздің фотоңызды таратып берген. Сізге бұл үйге кіруге қатаң тыйым салынады», деген еркектің даусы бәсеңсіп қалған. «Ал қайда сол қожайыныңыз? Сақшы болсаңыз қайда қарап жүрсіз?
Қалайша ғана әлсіз әйелдің сіздің қожайыныңызды өлтіруіне жол бердіңіз? Көмілжіп айтарға сөз таба алмай тұрған жігіттің қасына жанай өтіп, Қайсардың кабинетіне кіріп кеткен соң ғана демін алған Айсұлу дереу үстел үстіндегі қағаздарды қарастыра бастады. Ай көргемді қайда жібергенін айғақтар, деректер табылып қалады ма деп жанталасып жатыр. Айсұлу, шық мына жерден. Қайсардың көзіне шөп салып, ойына келгенді жасап, енді міне оның өлігі шықпай жатып дүние мүлкін иеленуме сенің мақсатың. Тым құрмаса өтірік болса да, қайғырған жанның кейіпін жасау келмеді ме қолынан? Қанша дегенмен неше жыл отасқан жарын, қызының әкесі емес пе? Қабағынан қар жауып, қатулана қараған еркекті бірден таныды. Қайсардың досы Ерден. Бірнеше рет жиын тойларда бірге болған. Ерден, Қайсардың саған не айтқанын білмеймін, бірақ бір Алла куә, мен Қайсардың алдында ақпын. Маған оның дүние мүлкі де ештеңесі де керек емес, маған тек қызымды табу керек, деп басынан өткен бар қиындықтарын жылап отырып ақтарып салған ол. Тек Қайсарды өлтірген өз анасы екенін ғана бүгіп қалды. Айсұлу, мен Қайсармен жастайымнан бірге болдым. Оның осындай дәрежеге қалай көтерілгенін өз көзіммен көрдім. 20 жылдай отасқан жарын тастап, саған үйленгенде қарсы болып ақылға шақырғанмен мені тыңдамап еді. Ессіз ғашық болып өз дегеніне жеткен. Бірақ кейінгі кезде қатты ашуланшақ, күйгелек болып өзгеріп кеткен. Соның бәріне сен кінәлі екеніңді де айтып берген. Сенің қызынды алып қашып кеткеніңді айтқан мен де қайтадан қызын алып келгенінен хабарсызбын. Қазір менде ақ қарасын анықтайтын уақыт жоқ. Жерлеу рәсіміне дайындаламын. Сенің бұл жерден кеткенің жөн, және де ертеңде жерлеуге келгеніңді қаламаймын, деп үйден қуып шығуға айналды. Ерден, маған қызымды табуға көмектесші, құлым болып аяғына жығылайын. Сенде де балаларым бар ғой, көмектесші маған деп, еңіреген Айсұлуды дедектетіп екі жігіт қақпадан бірақ шығарып есікті сарт жапқан. Қайсардың қызын қайда жібергенін білмей, жан таласып іздеп жүргеніне де айдан аса уақыт болды. Есінен айрылардай болған Айсұлудың сол кездегі халін сипаттар сөз жоқ еді. Ұйқысыз, күлкісіз өткерген сол күндерін ойласа әлі күнге көзіне жас келеді. Алла ананы баласымен сынамасын, деп бекер айтпаған ғой. Қызының ізін таба алмай көкірегі қасайрылған Айсұлуға тағы да сол Жаңыл апайы көмекке келген. Сол кісінің ақылымен Ерденді іздеп тауып, мен заңды түрде әлі де Қайсардың әйелімін. Оның заң түріндегі жалғыз мұрагері қызым екеуміз. Маған қызымды табуға көмектеспесен, осы құқықтарымды қолданып Қайсардың артынан қалған бизнесін өзім басқарам. Дүние мүлкіне ие боламын. Егер қызымды тауып берсен, өз еркіммен мұрагерліктен бас тартамын, деп төтесінен қойып қалды. Сөйтіп бірер күннен соң Ерденнің ұсынған құжаттарына қол қойып, қызы орналасқан көрші қырғыз еліндегі жабық интернаттан мекен жайы жазылған қағазды қолына түсірген. Құстай ұшып жетіп, бар құжаттарын рәсімдеп, кішкентай құлыншағын құшағына қысқан сәті әлі көз алдында. 3 айдан артық көрмеген қызын аймалап құшағына қысқан Айсұлудан бақытты жан жоқ еді. Қызы да анасын қатты сағынып қалыпты, қайта айырылып қалатындай етегіне оралып жылаудан көз ашылмайды. Кіп-кішкентай сәби жүрегі не болып жатқанынан хабарсыз. Әкесінің өзін жалғыз тастап кеткенін айтып, былдырлаған тілімен шағымданып тұрған сөп-сөпкімді қызын құшақтап, Алласына шүкіршілігін айтқан Айсұлу бар көрген қиындықтарын ұмытып, жаны жадырап елге қайтты. Келе сала анасының сотына кішкентай құлыншағын жетектеп келген Айсұлу, анасына кесілген жазаны естіп, ұнжырғасы қатты түсіп, күйзеліп кеткен еді. Бірақ анасының сот залында айтқан соңғы сөзі: мен анамын, балаларымның бақыты үшін қолымды қанға малғаным үшін еш өкінбеймін, дегені бойына қуат беріп, өзін өзі қолға алуға, өмірінің жаңа парағын бастауға септігін тигізген. Сөйтіп өзіне қанша қайғы мұна келген қалада
бір минутта қалғысы келмей, өмірінің қайсармен байланысты шақтарын тезірек ұмытуға тырысып, анасы айдалып кеткен, өзіне бейтаныс өлкеге кішкентай құлыншағын жетектеп қоныс тепкен еді. Әрине, жалғыз басты үйсіз күйсіз әйелге жаңа ортаға сіңісіп кету оңай болмады. Бірақ Айкөркем үшін, бұлар үшін өз өмірін пида еткен анасының үмітін ақтау үшін жарғақ құлағы жастыққа тимей жан таласып еңбек етті. Бейнет түбі зейнет деп бекер айтпаған ғой. Бірер жылдан соң еңбегінің арқасында өзі кішігірім тәттілер пісіретін цех ашып, аяғынан тік тұрып кетті. Барлық ойы қызын еш мұқтаждық көрсетпей өсіру болған. Ол жеке өмірін ысырып қойып, тек жұмыс деп қана өмір сүрді. Әр ай сайын анасының қасына барып, ол кісінің басына түскен ауыр тауқыметін жеңілдетуге тырысып, қызының жетістіктеріне шын қуанып жүріп, жылдардың сырғып өтіп кеткенін де байқамапты. Көңілдерін білдіріп, жүректерін ұсынған қанша ер азаматтар болғанымен, мұның жүрегі селт етпеген. Кей кезде өзін нәзік жанды әйел ретінде сезінгісі келіп, өз болмысынан қашып құтыла алмаған сәттерде Айкөркемін ойлап көңілі су сепкендей басылатын. Өз әкесі көрсетпеген жақсылықты бөтен біреу көрсете алар ма? Мұның көңілін тапқан адам Айкөркеміне нағыз әке бола алар ма екен деген күмән жеңіп, еш уақытта сезімге бой алдырып көрмепті. Бір сарынды тіршілік қамымен жүріп, өмірінің 10 шақты жылының өтіп кеткенін де байқамапты. Айкөркемі 13-ке толғанда қолына өзінің бойтұмары болған білезігін тағып тұрып, «Жаным, осы білезік сені жамандықтан қорғар, бойтұмарым болсын. Менен қарағанда сен бақыттырақ болшы, құлыным. Менің көргенімді Алла саған көрсетпесін. Осы білезік сені бақытқа жетелер, бағдаршамын болсын» деп тілек тілеген еді. Содан кейін көп ұзамай анасына барғанда, анасының қатты жүдеп кеткенін байқап, сұрастырып еді анасы: «Мені қайтейін деп едің? Өздерінің қалдарын қалай? Маған қарайласамын деп жат өлкеде жүргенін жаныма батады. Өзіміздің туған жерімізге жететін күн болар ма екен? Әкең жиі түсіме кіріп жүр. Күнсұлу екеуінің басына баратында адам жоқ. Екеуінің басына барып құран бағыштар күн туар ма екен?» деп ауыр күрсінген. Сол кездесуде анасын соңғы рет көріп тұрғанын сездірмепті ғой қу жүрек. Өмірінің 10 жылын темір тордың артында өткізген анасы бір-ақ күнде тып-тыныш қана түрменің тар қапасында ұйықтап жатқан күйі мәңгілікке аттанып кете барды. Анасының соңғы сөзі жадында жаңғырып, жол ауыртпашылығы қиындықтарға қарамай, анасының мүрдесін туған жерлеріне жеткізіп, арулап әкесінің жанына қойды. Сол беті өзі туып өскен қалаға келіп, қайтадан өмірін жаңа парақтан бастағанына да 1-2 жыл болыпты. Туған жеріне жеткен соң, бұрынғы тәжірибесінің арқасында еш қиналмай, кәсібін ары қарай дөңгелетіп ала жөнелген ол, тез арада баспаналы болып, қызын ақылы мектепке орналастырды. Қазір, Аллаға шүкір, жанына керектінің бәрі бар. Материалдық жағдайын шешіп қойған. Тек жүрегі жалғыз. Осы қалаға көшіп келген соң, шыны керек көңілі елегізіп, еркінді іздестіріп көрді. Бірақ оның жан ұялы екенін біліп, өзіне ол туралы ойлауға тыйым салып, бұрынғыша ер мінезді қалпымен, жанына ешбір еркекті жолатпаған күйі, тек жұмыс деп, таңын атырып, күнін батырып жүрген жайы бар. Енді міне, бағана Айкөркемі келіп күлімдеп, өзінің білезігіне көзі түскен бір түрлі қызық адамның берген карточкасын айналдырып отырғанына да бір талай уақыт болыпты. Жүрегінің түкпірінен лықсып шыққан бір сезім бойын баурап, өні ала бүртіп, жанын қоярға жер таба алмай отыр. Еркінде Айсұлудан хабар күтіп, елегізіп жүргеніне бірнеше күн болған. Не жұмыс істеуге құлқы жоқ, не асқа тәбеті жоқ. Дел сал күйге түскен ол, жанының емі Айсұлумен кездесу екенін іштей сезеді. Кеше үйіне келіп, келіншегі Самалмен ашық сөйлесті. Екеуінің бір-біріне бөтен адам болып кеткенін,
онымен ендігі өмірін өздерін алдап өткізгісі келмейтінін айтып, жақын арада ажырасқысы келетінін бетіне айтты. Мұндайды күтпеген Самал байбаламға басып, сонда сен біреуді тауып ала қойдың ба не? Менің жастық шағымды пайдаланып, керексіз заттай лақтыра саламын деп ойлайсың ба? Деп айқайға басқан. Әшейінде ұрсып жатса да тымырайып, үнсіз қалатын, өзімен өзі әуре болып, бұған көңіл бөлмейтін, әйелінің мына мінезіне таңғалып, Самал, кімді алдағың келеді? Екеуміздің сезіміміз сөнгелі қай заман? Не еркектеп мені, не енем-ау деп шешемді сыйламайсың? Туыстарым үйдің есігінен қарауды қойғалы қашан? Не істеген жұмысын жоқ, не үйдің шаруасын қарық қылмай, әйтеуір күн өтті-ау деп жүріп жатырсың. Екеуміздің бір шаңырақ астында бөтен адамдардай өмір сүріп жатқанымыз өтірік пе? Әлі жассың, жанына жақын адам тауып аларына сенімім мол. Ал мен енді қалған өмірімді бұрынғыдай өткізгім келмейді, деп есігін сарт еткізіп үйінен шығып кеткен. Жұмысына келіп біраз отырған соң, ештеңеге құлқы болмай, көше кезіп сандалып жүрген ол үйіне қайтқысы келмей, тағы да сол мейрамхана алдындағы сәкіде ұзақ отырды. Кенет телефонына келіп түскен бейтаныс номерді көріп, жүрегі кеудесінен шығып кетердей алқынып, «Алло?» деген даусы дірілдеп, арғы жақтан «Еркін» деп үнсіз қалған дауысты жазбай таныды. Айсұлу ғой, қанша уақыт өтсе де бұл дауысты ешкіммен шатастыра алмайды. Аптығып, «Айсұлу, бұл сенсің бе?» Дауысы тарқылданып шыққан Еркін орнынан атып тұрды. «Айсұлу, сен екеуміз жолығуымыз керек. Сені өзіміздің сүйікті орнымызда тосамын. Тек келе алмаймын демеші», жылдамдата сөйлеп, жалына үн қатқан оған байыппен ғана, «Жақсы, ертең кешкі 6-да кездесейік», деген Айсұлу телефонын өшірген. Содан бері не істеп не қойғанын білмей, әбден дегбірі қашқан Еркін межелі жерге бүгін тым ерте келіп алған. Осындайда сағаттың тілі тым баяу жылжитын әдет емес пе? Минуты сағаттай болып созылып, жолға қарай көзі талып отыр. Анадайдан көрінген Айсұлуды жазбай таныды. Қанша уақыт өтсе де, мүсіні де, өзі де көп өзгере қоймапты. Қара қою шашын бұрынғыша бір бұрымға өріп, ботадай көздері ерекше нұр шашып, бетіндегі шұңқыры сәніне әр қосып, жайлап басып келе жатқан ғашығына, қолындағы раушан гүлдерін қыса ұстап, тұра ұмтылған Еркіннің де жүзі алаулап кеткен. Сөйтіп екі ғашық арада 17 жыл өткенде қайта кездесті. Таңға дейін бір-біріне өткен өмірлерін айтып, әңгімелері таусылмаған екеуі бірін-бірі қимай ұзақ отырды. Еркін Айсұлуды құшағына қысып, «Енді тағдыр бізді бөле алмайды. Айсұлу, тек сен келісіміңді берсем болды. Мен басымды босатып, сенімен бас қосқым келеді. Тек асығыстық жасап, қарсылық көрсете көрмеші. Екеуміздің де бақытты болар шағымыз жеткен сияқты», деді толқып. «Білмеймін, Еркін, оған Айкөркем қалай қарайды екен? Мен жалғыз емеспін ғой, ол сені қабылдай алады ма екен?» деп кібіртіктей берді. «Айсұлу, өмір бойы өзіңді тек құрбандыққа шалып келгенін аз ба? Енді қызын үшін өз бақытынан бас тартпақсың ба? Неге ол мені қабылдамайды деп ойлайсың? Асықпашы, Еркін. Уақыт бәрін өз орнына келтірер. Сені көргеніме қатты қуаныштымын, бірақ сенің де басың бос емес. Бәрі бір жақты болған соң қайта кездесейік. Әзірге осы сыйластығымызбен үйді үйімізге қайтайық», деп бұрынғы қалпынша сырын бермейтін сыпайы мінезімен салқын қоштасқан Айсұлу ұзап бара жатты. Еркін сол күннен бастап анасының үйіне көшіп алды. Анасы да ұлының көңіліндегі өзгерісті байқап, бар сырын тыңдаған соң, қолынан келгенше қолдау көрсететінін айтқан. Бүгін Самалға ажырасуға өтініш бергенін және өздері тұрған пәтерлерін оған қалдыратынын айтып, алдынан өтуге келді. Келіншегі шаптығып, «Сен менен кетем дейсің бе?» «Жоқ,
ол менің сенімен тұрғым келмейді. Естігім келсе, ал ендеше тыңдап ал. Мен сені ешқашанда сүйген емеспін. Сен сүюге лайықты емессің. Сен маған тек ақшан үшін ғана керек болдың. Сен жұмысқа кеткенде мен етегіме намаз оқып отырды дейсің бе? Сенен 1000 есе артық жап-жас жігіттер мені аңсап, айтқаныма көніп, айдағаныма жүреді. Құдай-ай, сенен бала көтеріп қалмайыншы деп әрқашан сақтанып жүргенім қандай жақсы болған. Бірақ сенің қолынан әке атану ешқашанда келмейді. Естисің бе? Келмейді. Себебі сен қауқарсыз қу шалсың. Ары қарай аузынан ақ ит кіріп, көк ит шығып жатқан келіншегіне жеркенішпен қараған еркін үйінен шыққанша асыққан. Жүрегін жағымсыз бір күй құрсап, көкірегі удай ашып кеткен. Қалайша ғана осындай жаны пасық адаммен бір шаңырақ астында 6 жыл бірге тұрған. Көзі қайда болған? Неліктен өз өміріне соншалықты немқұрайлы қараған? Қабағы қарс түйіліп, салы суға кетіп келген ұлының көңілін көтергісі келіп, анасы: «Еркін, Айсұлумен мені таныстырғың келмей ме? Мен ертең дастархан жасап қояйын. Қызымен бірге біздің үйге қонаққа шақырсаңшы. Не дегенмен де неше жыл бойы көрмеген көз танысың ғой. Үйге келіп, ас ауыз тиіп кет деп шақырудың еш әбестігі жоқ болар», деп құшағына алып, маңдайынан мейірлене иіскеген. Шіркін, ана жүрегі деген қандай керемет. Анасы бар адамдар шынымен қартаймайды екен ғой. Құлазыған көңілі жадырап, анасына еркелей қарап, күлімсіреп, қолдай кеткен еркін іштей шүкіршілігін айтып, анасына ұзақ ғұмыр тілеп, Айсұлумен сөйлесуге асыққан. Айсұлу мен Айкөркем анасының үйіне кірген кезде-ақ екеуіне мейірлене қарап қалған анасының жүзінен Айсұлуды бірден ұнатқаны көрініп тұрды. Бәйек болып ас түстеріне түсіп, алып ұшып жүрген анасына көмектесіп жүрген Айсұлуға қарап, еркіннің көңілі марқайып отыр. Өзінің пісірген тәттілерін ала келген Айсұлуда өзін емін еркін ұстап, ашық жарқын қалпында анасымен шүйіркелесіп кеткен. Тамақтанып болған соң, анасының әкеп берген фотоальбомдарын қарап отырған Айкөркем күлімсіреп: «Мәссаған, менің мынадай да суретім бар екен ғой. Бұл сіздерде қайдан жүр? Анашым, қарашы, мына суретте менің жасым нешеде?» деп Айсұлуға ұстата берген суретке қарап бәрі аң-таң. «Қызым-ау, бұл еркін ғой. Қателеспесем 3 жасындағы суреті», деген анасы аңқиып Айкөркемге қарап қалды. Суретке қараған Айсұлудың да өні бозарып кетті. «Құдай-ау, мынау аумаған өзінің Айкөркемі ғой. Осыға дейін ойына неге келмеген? Неліктен ғана Айкөркемі еркіннің қанынан жаралғанын осыға дейін сезбеген?» Жүрегі қысып, ауа жетпей құлап бара жатқан Айсұлуды құшақтай алған еркіннің де көзінен жас ытқып шықты. Осылай тағдырдың тәлкегіне түсіп, айырылысқан қос ғашық қайта табысып, бақытты отбасының іргетасы қаланған еді. Содан бері де 1 жыл зымырап өте шықты. Бүгін демалыстан теңіз жағасынан қайтып келе жатқан әке-шешесін сағына қарсы алуға дайындалып, ерекше қуанып жүрген Айкөркемнің білегіне білезігін тағып беріп жатқан әжесі: «Бақытқа бастар бағдаршамын, бойтұмарынды тағуды ұмытып кетпе, құлыным», деп бетіне мейірлене сүйіп жатыр. Әппақ маржан тастармен түзілген, білезіктен салбырап тұрған әдемі ай мен жылтыраған жұлдыздар жымындасқандай жарық-жұрық етеді. Құрметті тыңдармандарым, әңгіме жайлы пікіріңізді күтемін. Жаңа әңгімеммен парақшамда жүздескенше күн жақсы. Құрметті тыңдарман, қазақша арнамның дамуына қолдау көрсетіп, лүпіл мен қоңыраушаны басып, тіркеліп, пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Келесі шығарылым тек қана сіздер үшін.